Мұса пайғамбардың аса таяғы оған адам атадан мирасқа қалған. Ол да шөп жеп, су ішеді екен. Мұса перғауынның алдында мұғжиза көрсеткенде аса таяқ жыланға айналады. Пайғамбар асасымен Қызыл теңізді екіге жарып, қауымын аман есен алып өтеді. Сөйтіп, аса таяқ қаншама жыл пайғамбардың серігі болады. Дүниеден өтерінде Мұса таяғын Тұр тауына қадап, ол аса таяқ бір Алланың дидарына ынтық болған ақ жүрек момындарға сүйеніш болсын. Дүние малды тәрк еткен момын дәруіштерге осы аса таяқты мирас етіп қалдырамын, деді. Айтыс болғаннан кейін бұл аса таяқты шайқы бұрха ұстап жүріпті. Содан кейін ол ауысып келіп, Жақып пайғамбарға мұра болып қалды. Жақып пайғамбар оны әрдайым жаумен тірескенде алып шығады екен. Аса таяқтың кереметімен ұстасқан дұшпанын жеңбей қоймайды екен. Содан бастап жүрек көзін ашуды мақсат тұтқан дәруіштер сапар шеккенде Мұса пайғамбардың аманаты болған аса таяқты қолдарына ұстап жүретін болыпты. Ал Мұса өзінің асасын қадаған жерден Асай Мұса деген ағаш бұта өсіп шығады. Асай Мұса тасты шатқалды тау бөктерлерінде және құрғақтау немесе сортаң жерлерде өседі екен. Өзегі қатты болғандықтан Асай Мұсадан ағаш шеберлері әртүрлі бұйымдар, кәдуілгі таяқ, балдақ, қамшының сабын және тағы басқа жасайды. Асай Мұсаның сүйегі ауыр болғандықтан суға салса батып кетеді. Сонымен қатар қазақта отбасындағы ең қажетті зат пен бұйымдарды Асай Мүсей деп атайды. Ол Мұсаның асасы деген мағынаны білдіреді.